мен осы жерде Қазақстан Республикасының азаматы түркі ұлтының өкілдеріне, түркі халықтарының өкілдеріне де айтатын бір-екі ауыз сөзім бар еді. Енді негізі айтпай-ақ қойсам да болады, өйткені олар бәрі де біліп жүр ғой. Енді өзбектер, ақысқалы түріктер, ұйғырлар, қырғыздар, енді неше түрлі түркі халықтар бар емес пе Қазақстанда жүретін Қазақстан азаматтары. Сіздер ұмытпаңыздар, естеріңізге сала кетейін, осы Қазақстан бүкіл түркінің киелі атамекені екенін өздеріңіз де білесіздер. Біз жан-жаққа шашырап кеткенде осы қара шаңырақты, осы атамекенді сақтап қалған осы біздің қазақ қандастарымыз. Біздің киелі атамекеніміз болғанымен осы жердің іс жүзіндегі иесі осы қазақ қандастарымыз екенін әсте ұмытпаңыздар. Енді менің Қазақстан азаматы түркі бауырларымның бәрі қазақша біледі деп ойлаймын, бәрі қазақша сөйлеп, қазақтың шаңырағына қарап, үйді сыйлап, бұл құраушы ұлт дейміз ғой. Құраушы ұлт қазақ болғаннан кейін қазақты құрметтеп, бағынып, кәдімгідей, енді айтудың ешқандай артықшылығы жоқ деп ойлаймын. Әрине біз бәріміз қазақ ұлтына бағынуымыз керек біріншіден. Өйткені мен неге түркі бауырларыма осы ескертуді жасадым? Өйткені біз түркілер басқа ұлттарға үлгі болуымыз керек. Біз өзіміз шаңыраққа қарап жүргенімізді қазақ тілінде сөйлеп, қазақты құрметтеп, атамекенді сыйлап жүргенімізді көрсетіп, басқа ұлттарға біз түркі халықтарының өкілдері, қазақтың қандастары ретінде үлгі бола аламыз деп ойлаймын, ағайын. Енді артып кетсем, ай етпеңіздер. Ең бірінші Қазақстанға татулық тілеймін. Татулық болса, бейбітшілік болса, халықтардың арасында басқа халықтар қазақты сыйлап, қазақтар оларды құрметтеп, қорғап жүрсе, жақын арада Қазақстанымыз осыдан да өркендеп, өсіп, дамып, дәл сол Астана процесі деген сөзді естігенде мен әр естіген сайын Түркияның радиоларынан, телеарналарынан көп естимін да, естіген сайын бір марқайып кете беремін. Бір қуанып қаламын, білесіздер ме? Астана процесі деген бейбітшіліктің процесі. Ол татулықтың әлем бойынша бейбітшіліктің орталығы қай жер? Сол қазақ даласы. Әлемге бейбітшілік таратып жатқан осы елдің азаматтары ретінде сабырлықты сақтап, татулықты, бірлікті, ынтымақтықты, бейбітшілікті көтере берейік, ағайын. Мен бір-ақ нәрсе айтам, еліміз үшін, бірақ 3 рет айтам. Бірлік, және бірлік. Сау болыңыздар.